Ассаламу алейкум. Біз бүгінгі сабақта уақф, яғни тоқтау ережелері, тоқтау белгілерін талдайтын боламыз. Тоқтау бұл Құран оқитын адам үшін өте маңызды, керек білім. Яғни қай жерде тоқтап, қай жерде жалғастырамын деген. Өйткені тоқтау ережесін білмейтін адам Құранды, яғни тәжвидін жақсы білсе де, Құранды мағынасын қате оқып жүруі мүмкін. Сондықтан бұл ілімге мән беріңіздер. Бұл қарапайым түрде түсіндіреміз. Егер кейін жалғастыратын болсақ, тағы да ішіне терең түрде түсіндіреміз. Өйткені бұл ілім Құранның мағынасын және де араб тілін сәл білуді керек етеді. Бірақ басында бізге ғалымдарымыз, сондай мамандарымыз белгілерді қойып берген. Сол белгіні тереңірек талдаймыз. Жалпы уақыптың маңыздылығын түсіндіру үшін мен сіздерге бір көрініс көрсетейін аяттан. Бұл жаман уақыт деп аталады. Яғни бұлай тоқтау, бұл жаман. Бірақ егер адамның демі жетпей қалатын, мәжбүр болатын болса, ол кезде рұқсат. Бірақ өзінен алдыңғы сөзі жалғастырып алып кету керек. Енді уақыптың маңыздылығын мына аяттан байқасаңыздар болады. Егер де мен инналлаха ла яғфир деп тоқтап қалдым. Ла яғфир. Арғылай жалғастырған жоқпын. Осы жерде тоқтадым. Сол кезде бұның мағынасы расында Алла тағала кешірмейді деген мағына шығады. Алла тағала кешірмейді деген сияқты. Ал біз не Алла тағала кешірімді деп білеміз. Енді осы аятта мен осы жерге тоқтайтын болсам, инналлаха ла яғфир, Аллах кешірмейді деп айтамын. Аллах сақтасын одан. Ал енді жалғасында нені кешірмейді дейді? Инналлаха ла яғфиру ай юшрака би. Не? Ширк қосқан, өзіне ширк қосқан адамның күнәсін кешірмейді. Одан басқа күнәнің не? Бәрін кешіреді. Яғни мен егер мына жерде тоқтап, сосын былай жалғастыратын болсам, мағына өзгеріп кетті де. Осындай сөздерден аман сақ болу үшін біз енді бәріміз араб тілін білмейміз, түсінбейміз, мағынасын толық білмегеннен кейін ғалымдар бізге осындай белгілерді жасап берген. Сондай бір жерлерде, ұзын жерлерде осылай тоқтасаңыз болады дегендей белгілер. Соның бірі сили, со, ләм, яй деген сияқты. Немесе сил, со мен ләм ғана деген сияқты. Бұл сөзде не? Бізде жалғастырып кету жақсы. Егер осындай белгі тұратын болса, тоқтауыңызға рұқсат. Мына белгіде тоқтауға болады, бірақ не? Жалғастырып кетуіңіз бұл сіз үшін жақсы дейді. Енді не үшін жалғастырып кету жақсы десеңіз, мағынасы көркем, әдемі болу үшін. Мысалы, الذي خلق سبع سماوات طباقا. Яғни не? Алла тағала жеті аспанды бір-біріне жаңағындай дәрежемен жаратып қойды. Мағына бар. Дұрыс па? Мағына бар. Енді айтады: "Ма тара фи халқир рахмани мин тафаут." Және сен осы жаратылыстан ма тара көрмейсің, Раббыңның жаратылысынан нені? Қандай да бір жүйесіздікті, немесе бір ақау, кемшілікті көрмейсің. Не? Күн шығып, түн алмасып жатыр. Кезек-кезек жүйемен. Барлық нәрсе жүріп жатыр жүйесімен. Егер бір сәт бұзылатын болса, бүкіл жүйе бұзылады. Бірақ ондай не? Кемшілік жоқ дейді. Не? Тағы да бір мағына аяқталды. Бірақ фарджи'ил басара хал тара мин футур. Сен енді осы жүйесіздік көрмейсің ғой. Сен мына көзіңмен тағы да бір қарашы дейді сол жаратылысқа. Қандай да бір кемшілікті байқайсың ба осы жаратылыстан? Раббыңның жаратқан жаратылысынан бір қарада кемшілік бар ма? Деген сияқты сізге бір ойландыратын сұрақ қояды. Мына жерде екеуінде сили деп тұрады. Алла тағала жеті аспанды жаратты. Және не? Ол жерде ешқандай жүйе жоқ. Тоқтауға мағына бар. Енді қараңыз, бірақ бәрі бір нәрсені айтып жатыр ғой. Мына жерде тоқтап, бөліп оқыған қарағанда, сіз мына жеті аспан жаратты, және де ол жерде ешқандай кемшілік жоқ. Сен бір тағы да осы жаратылысқа қараш, бір кемшілік табасың ба деген бір түсінікті тоқтамай айтқан одан да жақсы. Бізде, яғни силеда мағына аяқталады, бірақ ары қарай тағы не? Оның жалғасы бар. Ол әлі жалғасып жатыр. Бірақ белгілі бір жерде бір түсінік аяқталып жатыр, бірақ оның ары қарай мағынасы да
жалғасып жатыр. Сондықтан осындай жерлерде не істеу керек? Барынша тоқтамай оқып кеткенің абзал. Бірақ егерде дем жетпей тағы неме жасы, осындай жерге тоқтағаныңыз жақсы. Саба немесе самауат деп тоқтаған қарағанда осы сыли деген жерге тоқтағаныңыз дұрыс. Екінші неме қили дейміз ба или құл дейміз ба, қалай айтсақ болады екен. Бұл белгіде тоқтамай өтіп тоқтаған абзал. Ана сыли дегендерде тоқтамай өтіп кеткен жақсы еді ғой. Ал мынада тоқтап сол жерде дем алып кейін жалғастыруыңыз сол абзал. Енді не үшін бұндай белгі осы жерде тұр десеңіз, мағынасына байланысты. Аллаху аллази анзалал китаба бил хаққи вал мизан. Алла Тағала бұл кітап сондай хақпен және де мизан болатыны бәрі хақ, оны түсірген Аллах Тағала дейді. Дұрыс, бір мағына бұл жерде. Кейін وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Мүмкін расында ақырет жақындап қалған шығар. Бұлар бір-бірімен мағынасы бар, бірақ не сәл бір-бір жағынан алыстау. Алла Тағала мизанның бәрін болатын ақиқат деп жатыр да, қашан қиямет күні жақындағанда. Бірақ мына жерде белгілі бір мағына бөлек. Мына жақта бір мағына бөлек. Яғни екі мағына бір-біріне жақын, былай айтқан кезде, бірақ жақындығы сәл алыстау. Қалай айтсақ болады, жақындығы алыстау дейміз ба? Әйтеуір екеуі екі толық мағынаны бере алады. Сондықтан белгілі бір толық мағынада мына жерде аяқтап кейінгі сөзі бөлек оқығаныңыз жақсы. Немесе мына аяттан бір көрсек болады біз бұны, тағы түсініктірек болу үшін. Мынау Бақара сүресінің бізде 220 аяты. Аят бізде фид-дуния вал ахирах деп басталады. Сол өзен алдыңғы аятта Алла Тағала белгілі бір үкімдерді айтады да, біз осылайша үкімдерді саған баяндаймыз, яғни осы. Не үшін? Лааллакум татафаккарун. Сендер ойланып, о нәрсеге, яғни аяттарымызға өз ойларыңызды жүргізу үшін біз осы үкімдерді баяндаймыз дейді. Кейін келесі аятта басында фид-дуния вал ахирах. Дүниеде және ақыретте. Яғни біз өзіміздің аяттарымызды сендерге түсіндіреміз. Осы дүние түсінулер үшін және ақыретте сол біздің жіберген белгілеріміздің анық екендігін тағы да көрсету үшін дейді. Бірақ бұл не? Келесі аяттың алғашқы сөздері. Ал енді осы аяттың жалғасында ваясалунака анил ятама. Олар сенен не? Жетім дер жайлы сұрайды. Құл ислаху лахум хайр. Оларға жақсылық жаса дейді. Енді мына аят, мына сөз, мына аяттың басы болып тұрды фид-дуния вал ахирах. Бірақ бұл сөздер не? Өзінен алдыңғы аятпен байланысты. Өйткені не? Олар сенен дүние және ақыретте жетімдер жайлы сұрайды деген әңгіме жоқ қой. Мынау бөлек сөз, бөлек әңгіме. Ал мына жерде фид-дуния вал ахирах деген өзінен алдыңғы аятпен байланысы бар. Және де сол үшін не істедім жерге? Жаңағы біздің қили немесе құл деген. Яғни осы жерде тоқтай салыңыз дейді, мына жақты бөлек бастап кете салыңыз дейді. Яғни сол кезде не? Мағына бір-бірінен ажыратылып толық болады дейді. Одан кейін бізде келесі мим. Бұл мим, бұл жерде тоқтау ләзім, міндетті. Бірақ егер тоқтамай өтіп кетсе, адам күнәһар болады деген сөз емес. Бірақ тоқтағаны керек. Не жағынан? Мағына жағынан. Өйткені иннама ястаджибу аллазина ясмаун. Сондай бізге шақыруға құлақ асады немесе жауап береді кімдер? Аллазина ясмаун. Яғни біздің айтып жатқанымызды еститін адамдар ғана жауап береді. Вал маута ябаъсухумуллах. Алла Тағала өлілерді тірілтеді, сумма илайхи юржаун, кейін олардың барлығын жинайды. Егер біз мына жерде иннама тоқтамайтын болсақ, аллазина ясмаун вал маута, және өлілерде естіп сондай жауап береді деген сияқты мағына араласып кетеді. Сондықтан мына жерде мағынасын бөліп аласыз. Иннама ястаджибу аллазина ясмаун. Сонда еститін бізді, олар тірілер ғой, олар жауап береді, ал өлілерді Алла Тағала тірілтеді. Бөлек. Яғни мағына жағынан екі бөлек мағына болғандықтан не істейміз? Тоқтап оқимыз. Бұл мим белгісін көрсеңіздер,
міндетті. Бұл көп жоқ. Кейінгі үш нүкте. Үш нүкте бізде. Үш нүкте келеді. Бұл үш нүктеде Бақара сүресінің алғашқы аяттарында. Заликал китабу ла райб. Міне сол кітапта не? Ешқандай күмән жоқ. Егер сіз райб деген жерге тоқтайтын болсаңыз, мына үш нүкте екеуі ғой бізде. Соның не мына біріншісінде тоқтау керек? Егер біріншісінде тоқтамайтын болсаңыз, онда екінші нүктеде тоқтау керек. Яғни ла райба фи деп тоқтау керек. Егер ла райб деп мына ла райб деген жерге тоқтайтын болсаңыз, б. Онда фихи худал лил муттақин деп оқып кетуіңіз керек. Мына жерде райб, сосын фи деп тоқтап жүруге болмайды. Не райбда тоқтайсыз, не фи. Яғни екеуінің біреуінде тоқтауыңыз керек. Кейін худал лил муттақин. Расында бұл кітапта ешқандай күмән жоқ. Фихи худа, ол кітапта не бар? Тақуалар үшін тура жол бар. Немесе ла райба фи, міне сол кітапта деп мына фихи, ана кітапта айтады, ода күмән жоқ деген сияқты. Мағына жағынан. Яғни үш нүктенің не біріншісінде тоқтау керек, сөйтіп екіншісін тоқтамай оқып жалғастырып кетесіз. Не біріншісіне тоқтамасаңыз, екіншісіне тоқтауыңыз керек. Яғни екеуінің біреуінде тоқтауыңыз керек. Джим әрпі, жайыз. Яғни бұл жерде тоқтасаңыз да болады, тоқтамасаңыз да болады. 50-50. Мағына жағынан да 50-50. Әлләзи халақал маута вал хаята. Сондай Алла тағала не? Бұл өлім мен өмірді жаратты. Не үшін? Лиябалуакум, сендерді сынау үшін. Не жағынан? Айюкум ахсану амала. Қайсыларың сондай бір амалды ең жақсысын қайсыларын жасайсыңдар? Сол жағынан. Яғни сендердің ішілерінде амалдарынан кім жақсы амал жасайды, сол нәрсені сынау үшін Алла тағала өлім мен өмірді жаратты. Расында ол сондай бір ұлық, құрметті және кешірімді. Сіз ахсану амала десеңіз болады тоқтауыңызға. Немесе амалан ва хувал азизул ғафур деп жалғастырып оқып кетсеңіз болады. Мағына жағынан ешқандай не мәселе, проблема жоқ. Мен бірақ көбіне сөзім айюкум ахсану амала деп тоқтаймын да ва хувал азизул ғафур деп бөлек оқимын. Өз қалауларыңыз. Ләм әлиф. Енді кейінгі құрандарда көбінде бұл белгіні алып тастап жатыр, бірақ бұл белгі ол жерде тоқтамай қойыңыз. Яғни мағына ол жерде бүлініп қалады, барынша тоқтамай жалғастырып кеткеніңіз дұрыс деген сияқты. Бұл нәрсе валлази жаа бис-сидқи ва саддақа бих. Сондай бұл шынайы ақиқатты алып келген адам және не оны растаған адамдар улайка хумул муттақун. Міне солар не шынайы тақуалар. Бұл не үшін бұл жерде тоқтауға болмайды десе, бізде бар ғой бастауыш және не баяндауыш деген сияқты мәселелер. Яғни сөйлем әлі аяқталған жоқ. Сондай шынайы ақиқатты алып келген және оны растаған. Не ол? Сөйлем аяқталмай қалды. Сөйтіп сөйлемнің жартысын жеп тастап, кейін бөлек оның баяндаушын бөлек айтып жүру деген нәрсе ол сөйлемнің былайша айтқанда құрылымына сәйкес келмегендіктен бастауышын айтқаннан кейін оның баяндаушында не айту керек? Олар кімдер? Шынайы тақуалар деген сияқты. Сол үшін васаддақа бихи улайка хумул муттақун деп тоқтамай оқып кеткен дұрыс. Бұл сол үшін. Яғни мағына әлі ол жерде аяқталмай жатса, немесе мысалы сіз етістікті айттыңыз, бірақ істеушісін айтқан жоқсыз. Ол кезде не істеушісін айтып барып тоқтау керек. Бізде етістікпен оны істеуші адам. Немесе жаңа бастауыш айтылды, баяндауыш қалып кетті. О да болмайды. Бастауыш пен баяндаушты бірге айту керек деген сияқты. Енді сіздерге қысқаша түсінікті болу үшін тоқтау, дұрыс тоқтау болады. Дұрыс кейбір немелерде бізде аяттың соңы болғанмен де келесі аятта жалғасы болып жатады, бірақ аят аяқталды ма, ол жерге тоқтау дұрыс. Ешқандай не проблема жоқ. Екінші,
егер аяттың ортасы болса да мағына толық болса, ол жерде не мағына толық аяқталған, мағына түсінікті болатын болса, ол жерге тоқтауға да рұқсат, кейін жалғастырып кете береді. Немесе мағына әлі біткен жоқ, бірақ сөйлем толық. Сөйлем толық, яғни бастауышы да бар, баяндаушы да бар деген сияқты. Ол жағдайда да ол жерге тоқтауға болады. Бірақ жалғастырып кету мәселесінде не одан кейінгі сөзбен жалғастырып кетуге болады, немесе өзінен алдыңғы сөзді қайтадан айту керек деген сияқты. Фатихада бізде әлхамду лиллахи. Егерде сіз осы жерде әлхамду лиллах деп тоқтап қалдыңыз, бір аяғы сіз деміңіз жетпей, әйтеуір дұрыс тоқтадыңыз, жақсы сіздіңкі. Бірақ одан кейін әлхамду лиллах деп тоқтадыңыз, Раббил аламин деп бөлек бастамайсыз. Не жерде әлхамду жаңағыдай бастауыш болса, лиллахи баяндауыш, яғни сөйлем құрылымы толық, бастауыш, баяндауыш, яғни мақтаудың бәрі кімдікі? Аллахтікі. Бастауыш, баяндауышы бар. Бірақ не бізде бұндай жағдайда сіз бұның әлі жалғасы бар ғой. Сол кезде сіз әлхамдулиллахтан қайтадан бастап оқисыз. Сөйлемнің егерде бастауыш, баяндауышы немесе жаңағы етістік және оны істеушісі сіз соны айтып тоқтайтын болсаңыз, сіздің тоқтап жатқаныңыз дұрыс тоқтау. Ол жерден ешқандай бір жаман уақыф деген сияқты немесе бір қате тоқтау деген жоқ. Ол кезде тек қана сізде алдынан екі сөз алып жалғастырып кету керек. Біз бағанағы жаман тоқтау, яғни мағынаны өзгертіп жіберетіндей тоқтау мәселесін мен сіздерге басында бір айтып бердім. Енді біз араб болмағаннан кейін, оны Құрандар әлі түсініп болмағаннан кейін, оқымағаннан кейін көбінесе біз тек қана Құранды оқу үшін ғой. Сол үшін бұл уақыф мәселесін не жаңағыдай белгілермен тоқтайсыз. Егерде белгі жоқ жер болатын болса, барынша Хусари Қарекең, Мұхаммед Аюб сияқты Қарекең сол кісілердікін тыңдап, ол кісілер қай жерде тоқтады, қай жерде тоқтамады, соны өзіңіз былайша айтқан кезде көріп алсаңыз болады. Пайдалы болсын.